Естеріңізде болса, өткен бағдарламамызда мынандай кейіпкерлеріміздің мәселесін көрсеткен едік. Алдынан удар болды. И артында екі адам еще прижали, и вот екі сирена ортасында қалып қойды. Проблем бізде пантуста жоқ та, перилда жоқ та. Пассажир болып отырдым. Алдында машинада бірінші секунд. Сосын автобус подавил, соны соғылдық. Артындағы екі адам, как бы алдынан удар болды. И артында екі адам еще прижали, и вот екі сирена ортасында қалып қойды. Руслан Ахметов 1976 жылы дүниеге келген, 3 қыз тәрбиелеп отырған жалғыз басты әке. Бел омыртқасы зақымдалып, арбаға таңылған жан. Солай, белгісізде қалдық. Тағдырдың жазуы солай шығар. Руслан сол күннен бастап арбаға таңылды. Тәңір берген 3 қызы бар. Бірақ балалардың анасы туралы сұрағанымызда ол туралы айтудан бас тартты. Қыздарының тамағы, киімі, ақылы оқудың қаражаты жалғыз әкенің мойнында. Қызым КЗУТВ-де 2-ші курста оқиды. Жылына 250 төлейміз. Былтыр 230 болды. Екінші қызым не тоже 11 бітіріп жатыр, тоже білмеймін. Қайда түсетін енді платныйға түседі, тоже бір вообще оқытыламыз ба, оқытылмаймыз ба. Міне үшінші қызым, 3 қызым бар. Руслан 5-ші қабаттан қолының күшімен 15 минутта түседі. Көтерілуі 25-30 минутқа барады екен. Бірақ ол жоғары төмен шығып түсуіне қиналып жүрген жоқ. Есіктің кіреберісінде біреудің көмегіне жүгінбесе шыға алмаймын дейді. Себебі сүйенетін еш нәрсе жоқ. Астананың іргесіндегі Лесная Поляна тұрғын үй алабы. Руслан Ахметов мына үйдің 5-ші қабатында тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай, үйдің кіреберісі мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған пандуспен жарақтандырылмаған. Тіптен қарт адамдарға баспалдақ таянышы да жоқ. Өзекті бағдарламасының атынан Астана қаласындағы құрылыс компанияларының біріне өтініш жасаған едік. Сұрауымыз арбаға таңылған жан Руслан Ахметовке баспалдақ таянышын жасап беру болды. Русланның жағдайын естіген жандар бірден қуана келісті көмектесуге. Бүгін міне Русланның өз нұсқауымен жоспарлы сызбасын сызып, өлшемін алды. Алдағы күндері міндетті түрде орнататын болады. Астана канал өзекті бағдарламасы бізге компанияға хат түсті. Осы жерде 5-ші этажда тұратын тұрғын кіріп шығуына қиын болғаннан кейін, бұған біз келсе көмегіміз ретінде мұнараға келіп, бүгін размерін алдық. Ана жерден бұла қарай темірден металлический перила болады. Одан мұнарадан бұлайнан осы жерге түскенге, чтоб машинасы мұнараға қойылып, осы жерге отырып кетуге ыңғайлы болу үшін, арадан біз осы праздниктан кейін орнатып беруге кірістік. Көпке созбады, азаматтар уәдесінде тұрды. Осы наурыз айының басында өзекті бағдарламасының редакциясы бізге хат жазған болатын. Руслан Ахметов деген жігітке бір көмек керек болатын. Көмек деген енді мына салынған үйлерден 1-ші этажда перилалары жоқ та, ол кісіге түсуге қиындау болатын. Сол кезде біз енді көмегіміз ретімізде уәде берген болатынбыз, қойып беріңіз деп. Сол қазіргі кезде соны жасалып жатыр міне. Периланы қойып,
У меня есть муж, 3 детей. Делькова Надежда Михайлқызы Ақмола облысында туған. Ақмола қалалық медицина колледжін тәмамдаған. Жедел жәрдем қызметінде 14 жылдық еңбек өтілі бар. Старшая дочка тоже пошла по нашим стопам. Мы все семья медиков у нас. Күйеуім бар, 3 балам бар. Біз дәрігерлер отбасымыз. Күйеуім де дәрігер. Үлкен қызымыз да ізімізді жалғап медицина колледжіне оқуға түсті. Қазір 2-ші курста оқып жүр. Ортаншымыз 3-ші сыныпқа көшті биыл, 9 жаста. Кішіміз 2 жаста. Қазір өзім баламен үйдемін. Пока сижу еще в декретном отпуске. Надежда жедел жәрдем қызметінде ұзақ жыл еңбек етуде. Қазір баласымен үйде отыр. Басында баспанасы болмаған кімге оңай дейсіз дейді отанасы. В 2003 году, 5 декабря я стояла. Мен мемлекеттік қызметкер ретінде үй кезегінде 2003 жылдың 5 желтоқсанынан бастап тұрдым. Бір кездері біздің жедел жәрдем қызметі мемлекеттік мекемеден жеке қолға өткен кезде біз мүлдем үй кезегінен алып тастайма деп қорықтық. Бірақ артынан заң шығарып бізді кезекте қалдырды. Остаться в очереди и дождаться своей квартиры. Кезегі келсе де баспана берілмеген соң Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауына шағымданады. Всегда записывалась в Нур Отане на прием с заместителями начальника управления жилья. Мен өткен жылдан бері жеке сұрақтарыммен Нұр Отан партиясына барып жүрдім. Тұрғын үй басқармасы басшысының қабылдауына жазылып. Менің кезегім келсе де баспана берілмеді. Тіпті бізден кейін 2004 жылы кезекте тұрғандарға үй беріліп жатты. Сөйтсем әр санатқа бөлінеді екен. Көп балалы аналар, мүгедек жандар, одан кейін мемлекеттік қызметкерлерге. Многодетные матери, кто стоял вперед. Бұл кісі Делькова Надежда Михайловна электрон порталы арқылы именно біздің қоғамдық қабылдауға өз өтінішін жібереді. Кезекке тұрған санаты бюджеттік жұмыскерлік. Сол 22 сәуір күні осында қабылдауға келеді. Енді кіріс келгенде Эмир Сәрсенбиевна айтады: мен енді сізге осындай қуанышты хабар сөйтіп айтқым келеді дегенде ол кісі өзі сасып қалды. Енді айтып отыр: осылай сіздің кезегіңіз келіп қалды. Енді осылай тұрғын үй комиссиясының шешімі шықты. Осы таяуда сіз сөйтіп пәтер аласыз деп. Мы ждали ее 12,5 лет. Біз 12 жыл күттік бұл қуанышты. Бізге осындай мүмкіндік берген үшін мемлекетке алғысымыз шексіз. Біз бақытты жанұямыз деп ойлаймыз. Өзіміздің 3 бөлмелі пәтерімізді алдық. Өйткені бұрын біз ата-аналарымызбен бірге тұрғанбыз. С родителями. Делькова Надежда Михайловна 2003 жылдан бастап бюджеттік ұйым қызметкері ретінде кезекте тұр. Ол кісі қазіргі уақытта жедел жәрдем станциясында қызмет атқарады. Ол кісі Делькова Надежда Михайловнаға 2016 жылдың 29 сәуірінде әкімшіліктің комиссиясы шешімі негізінде 3 бөлмелі пәтер бөлінді. 23-31 көшедегі 4-1 үйдің 44 пәтерінен 3 бөлмелі пәтер, 5 отбасы құрамы 5 адамға пәтер берілді. До этого времени мы жили с моими родителями на квартире. Осы уақытқа дейін біз менің ата-анаммен бірге тұрдық пәтерде. 9 маусым күні өзіміздің үйімізге кірдік. Жөндеу жұмыстары өте жақсы жасалған, қуаныштымын. Сабыр түбі сары алтын дейді қазақ. Әр сынақтың артында бір сүйінші бар. Баспанасын 12 жыл бойы күткен дәрігерлер отбасы бүгінде мына үйде қоныс тойын тойлап отыр. Бағдарламамыз осылай аяқталды кезекті. Бізге Қазақстанның әр тұрғынның мәселесі өзекті. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын.